Сәлем достар, сіздермен бір әдеттегідей доллар кезет арнасы. Бүгін мен сіздерге акция сатып алып жылына қанша пайда көресін, сол жайлы айтатын боламын. Акциядан жыл басынан бергі табыстылық қанша? 2024 жылы қазан айындағы Қазақстан қор биржасындағы кассе жекеленген акциялардың өзгерістеріне егжей-тегжейлі талдау жасаған. Отандық компаниялардың жыл басынан бері өзгерістеріне назар аударсақ, жаңадан IPO-ға шыққан Айыр Астана -27,8%-ға және шикізат секторындағы Қазтрансойл -4,2%-ға құны төмендеген. Яғни осы компанияларға ақша салған инвесторлардың ақшасы минуста жатыр деген сөз. Ал керісінше КСЛ 61,1%, Центркредит 51%-ға, Халық 30,1%-ға, Каспий 25,7%-ға, Қазмұнайгаз 18,9%-ға және Қазақтелеком 16%-ға, Қазатомөнеркәсіп 4,4%-ға, Кегок 3,2%-ға акциялары өсті. ақш нарығындағы Фредон болса, жыл басынан бері 35%-ға дейін өскен. Осылайша қазақстандық компаниялардың басым бөлігінің акциялары жекелей тұрғыда жақсы өсім көрсетті деп айтуға болады. Еліміздегі жекеленген компаниялар бойынша нақты көрсеткіштер мен олардың динамикасына әсер еткен факторлар. Каспий нарықтағы өсімі. Каспий кезет акциялары қазан айындағы белсенді өсу үрдісін көрсетті. Бір ай ішінде акциялардың бағасы 13%-ға өсіп, 57.150 теңгеге жетті. Бұл өсімге Каспий кезеттің қаржылық технологияларға, финтех және e-коммерси секторынан кеңеюі, сонымен қатар оның мобайлды төлемдер платформасының белсенділігіне ықпал етті. Негізгі факторлар: Каспий кезет Қазақстандағы жетекші банктік, төлемдік және сауда платформаларының бірі болғандықтан, елдегі төлемдер мен қаржы секторындағы инновацияларының арқасында инвесторлар арасында үлкен сұранысқа ие болды. Одан бөлек цифрлық банк пен мобайлды қосымшаларының дамуы оның қаржылық нәтижелеріне оң әсер етті. Қазақстан Халық банкі күндік өсім. Халық банкінің акциялары 21 қазанда 213,62 теңгеге дейін өсті. Бұл күндік өсім бойынша 1,54%-ды құрады. Банк Қазақстанның ең ірі қаржы ұйымы саналады. Оның қаржылық тұрақтылығы акциялардың бағасына оң әсер етуде. Пайдасы мен тұрақтылығы. Халық банкінің акциялардың өсуіне 10 жылдық қаржылық нәтижелері мен Қазақстандағы макроэкономикалық тұрақтылық ықпал етті. Банк жоғарғы таза пайда көрсеткіштері мен дивидендтік саясатының тұрақтылығы мен инвесторлардың назарын аударды. Қазатомөнеркәсіп айлық өсім. Қазатомөнеркәсіптің акциялары 2024 жылы қазан айында 19.500 теңгеге жетіп, айлық өсім 9,51%-ды құрады. Бұл өсімнің негізгі факторы уран бағасының жаһандық деңгейінде өсуі және компанияның өндірістік қуаттылығын арттыруы болады. Нарықтағы рөлі. Қазатомөнеркәсіптің уран өндірісі бойынша әлемдегі ең ірі компаниялардың бірі және уранға деген жаһандық сұраныстың артуы оның қаржылық көрсеткіштеріне оң әсер етуде. Компания әлемдік уран нарығының 23%-ын бақылайды. Бұл оның акцияларының тұрақты түрде өсіріп отыруы. Қазмұнайгаз құбылмалылық. Қазмұнайгаз акциялары қазан айында белгілі бір құбылмалықты бастан кешті. Бір акцияның бағасы 13.750 теңгеге дейін төмендеді. Бұл айлық өзгеріс бойынша -1,62%-ды көрсетті. Мұнай бағасының әлемдік нарықтағы тұрақсыздығы және геосаяси оқиғалар компания акцияларына қысым көрсетті. Мұнай бағасының әсері. Қазмұнайгаз Қазақстандағы ірі мұнай компаниясы болғандықтан, мұнай бағасының өзгерістері оның акцияларының құбылмалығына тікелей әсер етеді. Мұнай бағасының тұрақсыздығы мен әлемдік энергия нарықтарындағы өзгерістер акция бағасының ауытқуына алып келеді. Кегок Қазақстанның электр желілерін басқару компаниясы. Орташа өсу. Кегок компанияларының акциялары айтарлықтай тұрақты болып, айлық өсім шамалы артты. Компания Қазақстандағы электр энергиясын тарту бойынша монополист болғандықтан, оның акциялары негізінен тұрақты инвестиция деп саналады. Жаңа жобалар мен инвестициялар. Кегок электр желілерінің жаңғырту бағдарламаларын жүзеге асырып, инвестициялар тартуда. Бұл акцияларының құны арттырып, болашақта ұзақ мерзімді өсуге алып келуі мүмкін. Кассе индексі жалпы өсу.
қазан айында кассе индексі тұрақты өсу үрдісін көрсетті. 17 қазанға қарай индекс 0,83%-ға артып, 5191 теңгені құрады. Бұл жалпы нарықтың оң динамикасын білдіреді. Индекс мәні мұнай газ секторларының құбылмалығына және банк секторларының оң көрсеткіштеріне байланысты өзгереді. Қорытынды жекеленген акциялар бойынша қазан 2024 жылдың қорытындылары касседегі әртүрлі секторлардың өзара динамикасын айқын көрсетеді. Каспий Кезет және Қазатом өнеркәсібі акциялары өсімі, банк секторындағы тұрақтылық және мұнай газ саласындағы құбылмалылығы жалпы нарықтың динамикасына қалыптастырады. Бұл үрдістер инвесторлар үшін қазақстандық компаниялардың қаржылық денсаулығы мен ұзақ мерзімді перспективалары туралы маңызды сигналдар береді. Әрине, акцияны сатып алып бірден байлыққа кенелемдеу қате пікір. Акцияны сатып алғаннан кейін ұзақ мерзімге жоқ дегенде 5-6 жылға портфельде сақтаған жөн. Достар, осымен видеомыз өз мәресіне жетті. Сіздерге пайдалы ақпаратты бере алдым деп ойлаймын. Менің арнамнан басқа да пайдалы ақпараттарды көре аласыздар. Сіздермен бірге болған доллар KZ арнасы. Видео ұнаса, сіздерге пайдалы болса, арнаға тіркеліп, лайк басып мені қолдап қойыңыздар. Әр қазақ бай қуатты болсын. Келесі кездескенше.